тық. О, такой. Айта береді екенсіздер, сізде көп екен краштарыңыз. Инчаңыз қанша? Инчаңыз қанша? Болады. Сәлем достар, менің атым Амир. Бүгін біз Астана қаласында кезекті сұхбатымызды түсіреміз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Біз бастаймыз. Ассалам, сізге сұрақ қойсақ болады ма? I don't speak. Осы Қазақстанда тұрған бүкіл адам қазақша сөйлеу үшін не істеу керек деп ойлайсыз, пікіріңіз? Бәрін қазақ қылу керек. Өкімет басыларды бірінші қазақша сөйлету керек. Өкімет басындағылар балық басына шірейді дейді, бірінші қазақ. Өкімет басындағылар, министрлер, әкім, депутаттар сөйлесін бірінші қазақша. Балаларға қазақша сөйлеу керек, және де қазақша мультиктар қою керек. Қазіргі мысалға балалар, мен өзімнің жиенім үйде бәрі қазақша сөйлейді, бірақ ол орысша сөйлейді. Өйткені неге? Ютубта орысша мультиктар көп. Орысша мультиктармен өсіп келатыр. Қазақша сөйлеу керек. Қазақша сөйлеу керек. Осы Қазақстанда бүкіл адам қазақша сөйлесін, не істеу керек? Bizne? From India. India. Yeah. I'm from Kazakhstan. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. With photo? Photo? Фото. Индия. Тық. О, такой. Ага. It's a good name. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Сіздер үшін Қазақстанның краштар кім? Қызық сұрақ болды ғой. Қазақстанның краштар маған 91-дағы бала ұнайды. Сол маған краш сияқты. Одан кейін Димаш Құдайберген ұнайды. Димаш Құдайберген. О, я, кстати, Димаш өте әдемі. Димаш Құдайберген. Сосын соңғы футболист Абат фамилиясын ұмытып Айымбетов. Иә, сол кісі көп шығып жүр қазір. Және спорттан тағы кім бар еді? Біздің бір спортшы, шахматист бір жігіттер бар еді ғой. Қыздарда краш болады ма әлде тек ер жігіттер краш па? Ер жігіттер бола ма? Кімді айтсам екен? 2000 years later. Сосын жаңағы IT-мен айналысатын кім Арман Сүлейменов сияқты, Досжан Жүсіпов сияқты қазір. Жақсы. Айта береді екенсіздер, сізде көп екен краштарыңыз. Осы Астана қыдырып келген адамдарға сенен қай жаққа бар деп айтатын едім? Осы жаққа ең бірінші Бәйтерекке бар деймін. Негізі Астанада белгілі бір іс-шараға әдейілеп келмесе, жай Астанада негізі таңғалдыру қиынырақ сияқты, өйткені бізде жаңа табиғи әдемі ландшафттар онша көп емес. Бурабайға апарамыз көбінесе, шақырамыз. Астананың өзінде жаңағы Бәйтерек, Хан Шатыр, одан күшті концерттер болған кезінде соған шақырамыз. Астана опера, Астана балетке, Экспоның музейіне, ұлттық музейге, сондай жерлерге шақырам. Краш ол не? Әдемісі деген сияқты. Адамдардан ба? Иә. Сен әдемісің. Рахмет, сау болыңыз. Сонымен достар, бүгінгі Экспоның қасындағы сұхбатымыз аяқталды. Или осы видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, подписка істеп кетейік. Ендеше сау болыңыздар.